Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ең оңай дәмді нан салма, яғни қырғыздың тамағын көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, каналымды қолдап кетіңіз. Ыдысымызды отқа қойып, үстінен 3 ас қасықтай сұйық май құямыз және жуып алған етімізді саламыз. Егер сіздің етіңіз балғын болса, яғни свежий болса, қызып тұрған майда салыңыздар. Бірақ қатты қуырылмайды, себебі ол балғын болғандықтан. Ал егер алдын ала тұздалып, кішкене сүрленген болса, қызып тұрған майда етіңіз қызарып, әдемі иіс шығады. Оның үстінен ұсақталып туралған пиязымызды саламыз. Мен барлығын отбасыма лайықты етіп жасап жатырмын. Сіздер де солай етсеңіздер болады. Үстінен сарымсақты майдалап туралған салып, қозғап, кішкене араластырып қуырып аламыз. Және мұздатқышқа, яғни тоңазытқышқа салып қатырылған менде қызыл, көк болгар, оны да салдым. Егер сіздерде балғын болса, яғни свежий болса, ол да болады. Және үстінен осылай туралған сәбіз картобымызды саламыз. Жарты ас қасық томат саламыз. Кішкене қызарып, әдемі түс дәмін келтіру үшін. Егер де сіздерде шегілген болса, ол да бола береді. Етіңіз барлығы батқанша ғана су құямыз. Одан артық молырақ құймаңыздар. Осылай жеткілікті қайнауға қоямыз. Енді таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, үстінен 60 граммдай су құямыз. Және жарты шай қасық тұзымызды салып, ерігенше араластырамыз. Үстінен ұнды аз-аздан салып отырып илейміз. Илегенде қатты қамыр илейміз. Қамырларыңыз жұмсақ болып қалмасын. Егер қамырларыңызды жұмсақ қылып илеп қойсаңыздар, піскен кезде қамырларыңыз езіліп кетеді. Қатты қамыр қашанда әдемі болып, дана-дана болып пісіп шығады. Міне 10 минутқа қойған кезде қайттан июін қандырып, зуалалап қойып қоясыздар. Сол кезінде әдемі болады. Мен қойып қойдым. Енді жұдырықтың көмегімен домалақтап, оқтауға ыңғайлы ететіндей етіп жайып аламын. Оны да сеуіп. Домалақ әдемі жайлады. Қатты қамыр әдемі болады. Жайған кезде ыңғайлы жайылады. Піскен кезде де әдемі езілмей дәмді болады. Міне осылай жайып алған соң, үстінен сұйық майымызды жағамыз. Бір келкі етіп осылай жағып аламыз сұйық майымызды. Егер сіздерде щетка болса, щеткамен жақсаңыздар да болады. Қолмен ыңғайлы болса, қолмен де жақсаңыздар болады. Өз еркілеріңізде. Міне осылай шетінен бастап орап, кішкене кесіп аламыз. Бұдан да жалпақтау қылып алсаңыздар да болады. Дәл мен видеода көрсеткендей етіп жасайсыздар. Менің каналымның бұдан ары дамуына септіктеріңізді тигізіп, каналымды қолдап, тіркеліп, қоңырауша белгілеріңізді басып, комментарияларыңызды қалдырып кетіңіздер. Енді осылай жалпақ етіп тураймыз. Барлығын осылай турап аламыз. Турап алдық. Етіміз пісіп қалды. Пісуге бір жарты сағат қалған кезде осылай жаңа турап алған қамырымызды салып шығамыз. Ортасы мүлдем жабыспайды, себебі біз ортасына май жаққаннан кейін 25 минутта пісіп шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай аралары ашық-ашық. Піскенше ұстаймыз. Дайын болды. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, каналым одан ары дамуына септіктеріңіз тигізіңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Істеп көріңіздер. Ас болсын.